Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Алматы облысы Панфилов ауданы Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Нұрмұханова Ұлтуар Бекарысқызы боламын. Бүгін сендермен қазақ тілі пәнінен 8-ші апта 3-ші сабақпен таныс боламыз. Олай болса, балалар, шешуін тап, ойынын ойнап жіберейік. Таңдайы тақ-тақ, талмайтын неткен жақ. Бір өзінде екі тіл, сөйлемейді бірақ. Жауабын не деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, сағат. Біз сағатты күнделікті өмірімізде, күнде оны пайдаланамыз. Себебі сағат уақытты бағалай отырып, қандай жұмыс істеу керек, қай уақытта сабаққа дайындалу керек, осы уақыт арқылы біліп отырады екенбіз. Ендеше осы жұмбақтағы қарамен жазылған сөздерге назар аударайық, балалар. Бірінші сөз жақ, екінші сөз тіл. Жақ мағынасын қалай түсіндіңдер, балалар? Тіл сөзін қалай түсіндіңдер? Жақ дегеніміз, балалар, яғни кез келген заттың орналасу жағына айтамыз. Оң жақта, сол жақта деген сияқты. Мысалы, оң жақта гүл, сол жақта доп. Яғни заттардың орналасуын біз оң жақта, сол жақта деп таба алады екенбіз. Және жақ дегеніміз ол адамның дене мүшесі болып табылады. Жақ бас сүйегінде орналасқан. Жағымыз қозғалу арқылы біз сөйлейміз, дыбыстар шығарамыз, тамақты шайнап жейміз. Мінекей, ендеше жақ адамға тамақ жеу кезде, сөйлеу кезде қызмет атқарады екен. Сонымен жақ сөзі екі мағынада келіп тұр екен. Тіл сөзіне назар аударамыз. Қазақ тіл дегеніміз әрбір мемлекеттің өздерінің мемлекеттік тілдері болады. Мысалы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі болып табылады. Сонымен қатар біз орыс тілін де білеміз. Және ағылшын тілі, яғни тіл дегеніміз ол мемлекеттік тіл болып табылады екен. Ал және тіл дегеніміз ол адамның дене мүшелеріне жатады. Тіл арқылы біз дәм сеземіз. Тіл, яғни адамның дене мүшесі болып табылады екен. Сонда осы сөздердің мағынасын түсіне отырып, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, балалар, тура және ауыспалы мағыналы сөздермен танысады екенбіз. Сабағымыздың мақсаты тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын ажырату, сөйлемдер құрастыру. Бірінші тапсырмаға назар аударайық, балалар. Берілген сөздер тобын пайдаланып, сөйлем құрап жаз, мағынасын түсіндір. Алтын, уақыт, алтын, сағат. Дескрипторлары берілген сөздердің мағынасын түсіндіреді, сөздер тобын пайдаланып, сөйлем құрап жазады. Жазып болсақ, балалар, жауабымызды тексеріп көрейік. Алтын уақытты бос өткізбе. Жарайсыңдар. Әкеме алтын сағат сыйладым. Жарайсыңдар. Енді осы жердегі алтын сөзінің мағынасын түсіндіңдер ме? Яғни алтын уақытты бос өткізбеу. Алтын деген оның жалтыраған зат екенін біледі екенсіңдер. Ендеше өзімізді жетістік баспалдағымен бағалап жіберейік. Келесі тапсырма, балалар. Екінші тапсырмада өлеңді оқы, қарамен берілген сөздікестерді қалай түсінесің? Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңін оқып жүрейік.
Жылы жүрек, тәтті тіл, берекені берер біл, ащы сөзді өзімшіл, өнері оның қалар тұл. Қатесін тапсаң жұмсақ айт, ызаланбай сабыр қыл. Жақсы. Осы өлеңдегі ауыспалы мағынада тұрған сөз тіркестерін теріп жаз. Оларды қандай сөздермен алмастырып айтуға болады? Кестеге жаз. Сөз тіркестері түсіндірмесі. Дескрипторлар ауыспалы мағынада қолданылған сөз тіркестерін анықтайды. Ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын сипаттайды. Сөздерді тура мағынасында қолдануға мысал келтіреді. Ал балалар, жауабын тексеріп жүрейік. Сөз тіркестеріне қандай сөздер жатады екен? Жылы жүрек. Жылы жүрек сөзін қалай түсінеміз, балалар? Мейірім. Жарайсыңдар. Тәтті тіл. Яғни жылы сөйлеу. Ащы сөзді. Көңіл қалдыратын сөз. Яғни ауыр сөздер айтып, адамның көңілін қалдыратын сөздер екен, ащы сөз дегеніміз. Жұмсақ айт. Жаймен түсіндіру. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ендеше өзіңізді жетістік баспалдағы арқылы бағалап жіберейік. Қай баспалдаққа шықтыңдар? Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталды, балалар. Үйге тапсырма. 77-ші беттегі 11-ші жаттығу. Тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені, кісі күт, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Осы өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге ауыспалы мағынада тұрған мағынасын түсініп, өлеңді көшіріп жазамыз. Сау болыңдар, балалар.